Қазірге дейінгі дұғаның әдептері қасиетті уақыттарды пайдалану, сәттерді пайдалану, қыблаға қарап қолды көтеріп дұға жасау, бәсең дауыспен жасау, дұғада шектен шықпау, жалынып жалбарынып дұға жасау, кесіп дұға жасау, қайталап дұға жасау, және қазір соңғы айтқанымыз Алла субханала тағалаға мақтау, пайғамбар саллаллаху салауат айтып бастау. 10-шы әдебі. Бұл ішіндегі ең маңыздысы. Басқа әдептерін 10 жерден 1000 жерден жасаңыз, бірақ осы соңғы әдебі болмаса, соңғы дұғаның шарты орындалмаса, онда алдыңғылардың ешқайсысы пайда бермейді. Алла субханала тағала дұғаңызды қабыл етпейді. Ол ішкі әдебі тәубе ету, біреулердің құқығын жеген болсаңыз, ақысын жеген болсаңыз, оны қайтару, күнә істеп жүрген болсаңыз, күнәңізді тастау. Осы негізгі себеп. Сіз адамдардың ақысын жеп жүрсіз, біреулерге зұлымдық жасап жүрсіз, біреулерге қиянат жасап жүрсіз. Сөйтіп я раб деп дұға жасаңыз, Алла субханала тағала дұғаңызды қабыл етпейді. Негізгі шарты күнәдан арылу, адамдардың құқығын жемеу, адамдарға зұлымдық жасамау. Егер осы әдеп болатын болса, иншалла басқалары қабыл етіледі. Кәбун лахбар рахмахуллах риуаят етеді. Муса алейхиссаламның кезінде сондай бір қуаңшылық, құрғақшылық заман болды дейді. Жамағатпен шығып, Алла субханала тағаладан қанша жаңбыр сұрады. Салатул истисқа дейді бізде қазір. Жаңбыр сұрау намазы. Алла субханала тағаланың құдіреті, намазға берген күш. Ешқандай жаңбыр жаудыратын аппарат жоқ, бірақ жаңбыр жаудыратын намаз бар. Шығып дұға жасайды, бірақ дұғалары қабыл етілмейді, жаңбыр берілмейді. Алла субханала тағала Муса алейхиссаламға сендердің дұғаларың қабыл етілмеуінің себебі сендердің араларыңда 40 жылдан бері маған күнә жасап жүрген адам бар. Соның күнәсінің себебімен сендердің дұғаларың қабыл етілмей жатыр деп айтады. Муса алейхиссалам өзінің қауымына: ей қауымым, біздің арамызда осындай кісі бар екен, соның себебімен бәріміз зардап шегіп жатыр екенбіз. Сол кісі қазір арамыздан кетсін. Егер ұяты болса, бізді тастап кетсін. Соның кесірінен бәріміз зардап шекпейік деді. Әрбір адам өзін біледі. Әлгі кісі осының бәрі мен үшін қиналып жатыр екен, менің себебіммен, менің осы істеп жатқан күнәмнің себебімен адамдарға қуаңшылық, сондай құрғақшылық заман болып жатыр екен. Я Раббым, мен тәубе еттім, осы күнәмді кешір, адамдарды менің себебіммен азаптай көрме деп, сол жерде ішінен дұға жасайды. Сол уақытта жаңбыр жауып бастайды. Муса алейхиссалам: ей Раббым, біздің арамыздан ешкім шыққан жоқ қой, қалайша бізге жаңбыр бердің деп Алла субханала тағаладан сұрайды. Алла субханала тағала: сол пендем қазір шын жүрегімен тәубе етті, оның тәубесін қабыл еттім. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтқандай, Алла субханала тағала пендесінің тәубе етуімен қуанады. Соның тәубесіне қуанып мен сендерге жаңбыр бердім деді. Ей Раббым, маған көрсет сол пендеңді, мен де онымен бірге тәубесіне қуанайын деп Муса алейхиссалам айтады. Сонда Алла субханала тағала: 40 жыл күнә істеп жүрген кезінде мен оны әшкере еткен жоқпын, оны жасырдым. Енді тәубе еткен кезде әшкере етейін бе? Жоқ деп жауап береді. Имам Суфиян ат-Таури рахимахуллах риуаят етіп айтады: бізге жеткен хабарлардан дейді, Бани Исраил қауымында 7 жыл аштық болды. Адамдар өлекселер жеуге дейін барды деді. Сонда олар тауға шығып, жылап, дұға жасар еді. Алла субханала тағала олардың пайғамбарларына вахи етіп айтты дейді: «Лау машайтум илайя би ақдамикум хатта тахфа рукабукум ва таблуга айдикум айнана ас-сама ва такилла алсинатукум ани ад-дуа фа инни ла уджибу лакум да'iyan ва ла архаму лакум бакиyan хатта тарудду ал-мазалим иля ахлиха фафалу фамутиру мин яумихим». Егер сендер маған дұға етем деп қолдарың көтеріп тұрғаннан істемей қалса да, тауларға шығамыз деп аяқтарың жарылып, аяқтарың істемей қалса да, мен жылаған адамның жасында рахмет етпеймін, яғни оған мейірім түспейді. Ешқандай дұға етуші адамның да дұғасын қабыл етпеймін. Сендер қиянат жасап жүрген адамдардың құқықтарын қайтармайынша дұғаларын қабыл етілмейді деді. Олар сол нәрсені істеген кезде одан кейін барып Алла субханала тағала дұғаларын қабыл етіп, оларға жаңбыр берді деді. Имам Малик ибн Динар рахмахулла айтады: Бани Исраил қауымының кезінде сондай бір қиыншылық заман болды. Олар қайта шығып дұға жасады. Сонда Алла субханала тағаланың пайғамбарларына: сендер маған қан болған, қан төккен қолдарыңмен, нәжіс болған денелеріңмен, харамнан біткен денелеріңмен дұға етіп жатсыңдар. Бұдан кейін менің сендерге тек қана ғазабым күшейеді, және дұға етумен сендер тек қана менен ұзақтайсыңдар деп уахи етті деді. Яғни адам Алла субханала тағаладан дұғасын қабыл етілуін үміт етсе, күнәларды тастау керек, тәубе ету керек. Абу Сиддиқ ан-Наджи рахмахулла айтады: Сулейман алейхиссаламның кезінде адамдар Алла субханала тағаладан жаңбыр сұрауға шықты дейді. Сонда Сулейман алейхиссалам ет бетімен жатып дұға жасап жатқан құмырсқаны көреді. Ол құмырсқа: ей Раббым, біз де сенің жаратылыстарың біріміз, сенің рызқыңа мұқтажбыз, басқалардың күнәсінің себебімен
бізді құрта көрме, бізге жаңбыр бер деп дұға сұрап жатады. Сонда Сүлеймен алейхиссалам қайта беріңдер, басқалардың дұғасымен сендерге жаңбыр беріледі дейді. Кейде адамдардың күнәсінің себебімен басқа жан жануарлар да зардап шегеді, жанындағы адамдар зардап шегеді. Сахабалар айтқандай, жер бетіндегі хайуанаттар да, судағы балықтар да күнәһарды ләнаттайды дейді. Сенің себебімен біз қиналып жатырық деп. Адам Алла субханала тағала дұғамды қабыл етсін десе, ең бірінші шарты күнәні тастау. Адамдарға зұлымдық жасап жүрген болса, одан арылу. Малик ибн Динар рахимахуллахтан сұралған. Ол кісіге біз үшін дұға жасап бер деген кезде, ол кісі, сендер Алла субханала тағала жаңбыр беруді кешіктіріп жіберді деп ойлап жатсыңдар. Ал мен болсам, Алла субханала тағала аспаннан тас жаудыруды кешіктіріп жатыр деп ойлаймын деді. Біздің соншалықты күнәһарлығымыз аспаннан тас жауып кетеді ме деп қорқам деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра радиаллаху анху келтірген хадисте айтады: Айюхан нас, ей адамдар, инналлаха тайибун ла яқбалу илля тайиба. Алла субханала тағала таза, пак және тек қана таза нәрсені қабыл етеді. Ва инналлаха амара ал-муъминин бима амара бихи ал-мурсалин. Алла субханала тағала пайғамбарларына бұйырған нәрсені мұсылмандарға да бұйырды деді. Фақала тағала, Алла субханала тағала айтады: Я айюха расулу кулу минат тайибати ва амалу салиха. Ей елшілерім, ей пайғамбарлар, кулу минат тайибат, жақсы нәрсе жеңдер, халалын жеңдер, ва амалу салиха, және ізгі амалдар жасаңдар. Ва қала та'ала, және Алла субханала тағала айтты дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр: Я айюхаллазина аману кулу мин тайибати ма разақнакум. Ей иман келтіргендер, біз берген рызықтың халалын жақсысын жеңдер деді. Пайғамбарларға халалынан жеңдер деп жатыр, және иман келтіргендерге де халалынан жеңдер деп бұйырып жатыр. Артынша пайғамбар саллаллаху алейхи бір кісінің мысалын келтіреді. Аш'ас ағбар ютилу сафар. Ұзақ сапарларда жүреді, шашы ұйпа-тұйпа, үсті шаң-шаң. Ғұламаларымыз тәфсирінде, яғни ол қасиетті жерлерге сапар шегуде сондай үсті басы шаң болған, шашы ұйпа-тұйпа болған адам. Харамға барады, Мединеге барады, Ақсаға барады. Яғни сондай қасиетті жерлерге барып, құлшылық етіп, дұға жасайды. Ямудду ядайхи иләс-сама, қолын аспанға көтеріп, я Рабб, ей Раббым, Раббым, бере гөр деп дұға жасайды деді. Ва мат'амуху харам. Бірақ ішіп жатқан тағамы харам. Ва машрабуху харам. Ішіп жатқан суы харам. Ва малбасуху харам. Киімі харам. Ва ғуззия бил харам. Денесі хараммен біткен. Барлығы харам. Харамнан рызық тауып, және хараммен жүрген адам. Бірақ сапар шегеді, ана жаққа барады, мына жаққа барады. Мына жақта процентке адамдарға ақша беріп қояды, сөйтеді қажылыққа барады. Немесе харам ақшаны тауып алып, сонымен қажылыққа барады, басқа жақсы амалдар жасайды. Сөйтіп Алла субханала тағаланы сұрайды. Фанна юстаджабу лизалик. Алла субханала тағала оның дұғасын қалай қабыл етсін деді. Қалай Алла субханала тағала дұғасын қабыл етсін? Ішкені, жегені бәрі харам болатын болса деді. Сол үшін де егер алдыңғы әдептерін орындап дұғамыз қабыл етілсін десек, онда осы соңғы әдебі күнәдан арылу. Алла субханала тағала тәубе ету, адамдардың құқығын жеген болсақ қайтару. Осы әдебі орындалса, иншалла, осы шарты орындалса, Алла субханала тағала дұғамызды қабыл етеді. Сонда иншалла жасаған дұғамызды Алла не бұл дүниеде береді, не қияметке сақтап қояды, не соның көлемінде бізден жамандықты кетіреді. Алла субханала тағала иншалла дұғаларымыз қабыл болған, өзінің сүйікті пенделерінен етуін нәсіп етсін. Бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу илейк. Настағфирук